Сіз соңғы кезде өзіңізді жиі шаршаңқы сезінесіз бе? Кейде ешқандай ауыр жұмыс істемесеңіз де бойыңызда күш қалмайды. Ұйқыңыз қанғанымен таңертең сергек оянбайсыз. Ұсақ нәрселерге тез ашуланасыз. Көңіл күйіңіз жиі өзгереді. Ал кешке дейін миыңыз тоқтаусыз жұмыс істеп тұрғандай болады. Егер осы белгілер сізге таныс болса, онда сіз жалғыз емессіз. Қазіргі өмір бұрынғыдан әлдеқайда жылдам. Жұмыс, отбасы, қаржы, әлеуметтік желілер және күнделікті жауапкершіліктер адамның жүйкесіне үздіксіз салмақ түсіреді. Сондықтан бүгінде стресс әлемдегі ең көп таралған мәселелердің біріне айналды. Бірақ қызығы, стресс әрқашан жау емес. Қысқа уақытқа созылатын стресс қауіпті жағдайларда бізге тез әрекет етуге көмектеседі. Алайда стресс ұзақ уақыт бойы басылмаса, ағзада кортизол деп аталатын гормонның деңгейі жоғары болып қалады. Бұл иммунитеттің әлсіреуіне, ұйқының бұзылуына, қан қысымының жоғарылауына, есте сақтау қабілетінің төмендеуіне және созылмалы шаршауға ықпал етуі мүмкін. Жақсы жаңалық, стрессті азайтудың жолдары бар. Оның бәрі қымбат дәрі де емес, күрделі ем де емес. Көптеген тиімді тәсілдерді күнделікті өмірде қолдануға болады. Бүгін біз ғылым мен тәжірибеге сүйене отырып, стрессті жеңілдетуге көмектесетін ең тиімді 10 тәсілді бірге қарастырамыз. Ал бейненің соңына дейін міндетті түрде көріңіз. Себебі бірінші орында тұрған әдіс көптеген зерттеулерде ұзақ мерзімді стресс деңгейін төмендетуге көмектесетін тиімді тәсілдердің бірі ретінде қарастырылады. Ендеше бастайық. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап, қуаттап қойыңыз. 10. Терең тыныс алу. Көптеген адамдар терең тыныс алуды тым қарапайым әдіс деп ойлайды. Бірақ дәл осы қарапайым әрекет бірнеше минуттың ішінде ағзаға тынышталу туралы белгі бере алады. Стресс кезінде адамның тынысы жиі әрі үстірт болады. Бұл жүрек соғысын жылдамдатып, бұлшықеттерді ширықтырады және мазасыздық сезімін күшейтуі мүмкін. Ал баяу әрі терең тыныс алу керісінше әсер береді. Ол жүйке жүйесінің тыныштануға жауап беретін бөлігін белсендіріп, жүрек соғысын біртіндеп баяулатуға көмектеседі. Соның нәтижесінде адам өзін сабырлырақ сезіне бастайды. Өте қарапайым жаттығуды байқап көріңіз. Мұрын арқылы 4 секунд бойы баяу дем алыңыз. Деміңізді 4 секунд ұстап тұрыңыз. Содан кейін ауыз арқылы 6 секунд бойы баяу дем шығарыңыз. Осыны 5 рет қайталауда көптеген адамдарға жеңілдік сезімін береді. Әрине бұл барлық мәселені бірден шешпейді. Бірақ күйзеліс күшейген сәтте бірнеше минуттық дұрыс тыныс алу эмоцияңызды бақылауға қайта оралуға көмектесуі мүмкін. Егер жұмыста, көлік кептелісінде немесе маңызды кездесудің алдында қобалжып тұрсаңыз, дәл осы тәсілді қолданып көріңіз. Кейде ең қарапайым әдістер ең тиімді болып шығады. 9. Табиғат аясында серуендеу. Қаланың у-шуы, көліктердің дыбысы, телефондағы үздіксіз хабарламалар және экран алдында ұзақ отыру, мұның бәрі миды үнемі сергек күйде ұстайды. Ал табиғатқа шыққанда жағдай өзгереді. Ағаштардың сыбдыры, құстардың үні, таза ауа және жасыл түстер миға демалуға мүмкіндік береді. Ғалымдар табиғат аясында уақыт өткізудің стресс деңгейін төмендетуге, көңіл күйді жақсартуға және ойды жинақтауға көмектесетінін байқаған. Тіпті қысқа серуеннің өзі көптеген адамдардың өзін жақсырақ сезінуіне ықпал етеді. Бұл үшін міндетті түрде тауға немесе орманға барудың қажеті жоқ. Жақын маңдағы саябақта 20-дан 30 минутқа дейін баяу жүрудің өзі пайдалы болуы мүмкін. Серуен кезінде телефонға үнемі қарамай, айналаңыздағы табиғатқа назар аударуға тырысыңыз. Терең тыныс алыңыз. Ағаштарды, аспанды, желдің лебін сезініңіз. Осындай қарапайым серуеннен кейін көптеген адамдардың ойы тынышталып, көңіл күйі жақсарады. Егер сіз соңғы кезде өзіңізді қатты шаршаған немесе күйзеліске түскендей сезінсеңіз, бүгіннің өзінде табиғат аясында қысқа серуен жасап көріңіз. Кейде ағзаға қажет нәрсе бірнеше минуттық тыныштық пен таза ауа ғана. 8. Музыка тыңдау. Кейде көңіл күйімізді өзгерту үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Бір ғана әуен адамның жан дүниесіне әсер етіп, бірнеше минуттың ішінде өзін әлде қайда тыныш сезінуге көмектесуі мүмкін.
Сіз де байқаған шығарсыз. Көңілсіз кезде сүйікті әніңізді қоссаңыз, бойыңыз жеңілдеп, ойыңыз басқа жаққа ауыса бастайды. Бұл жай ғана сезім емес, оның ғылыми түсіндірмесі бар. Музыка мида эмоцияларға жауап беретін аймақтарды белсендіреді. Әсіресе баяу әуендер жүрек соғысын бір қалыпты етуге, тыныс алуды баяулатуға және денені босаңсытуға көмектеседі. Кейбір зерттеулер тыныш музыканы тыңдау стресс гормоны кортизол деңгейінің төмендеуімен байланысты болуы мүмкін екенін көрсетеді. Бірақ барлық музыка бірдей әсер етпейді. Егер музыка тым қатты немесе өте жылдам болса, кейбір адамдарда керісінше мазасыздықты күшейтуі мүмкін. Сондықтан өзіңізді тыныштандыратын әуендерді таңдаған дұрыс. Классикалық музыка, табиғат дыбыстары немесе аспаптық әуендер көптеген адамдарға жақсы әсер етеді. Дегенмен ең маңыздысы дәл сізге ұнайтын музыка. Күн сайын небәрі 10-нан 15 минутқа дейін сүйікті тыныш әуеніңізді тыңдаудың өзі ауыр күннен кейін бойды сергітіп, ойды тыныштандыруға көмектесуі мүмкін. Кейде дәрі емес, жай ғана дұрыс таңдалған музыка адамның көңіл күйін өзгерте алады. 7. Кофеинді азайту. Көптеген адамдар таңын бір кесе кофе немесе қою шайсыз елестете алмайды. Кейбіреулер күніне бірнеше кесе кофе ішеді. Бірақ сіз байқадыңыз ба? Кейде кофе ішкеннен кейін жүрек тезірек соғып, мазасыздық арта түседі. Бұл кездейсоқ емес. Кофеин орталық жүйке жүйесін белсендіретін зат. Ол сергектік береді, ұйқышылдықты азайтады және уақытша күш-қуат сыйлайды. Алайда шамадан тыс мөлшерде қабылданса, ол ағзаны үнемі дайындық күйінде ұстап, стресс сезімін күшейтуі мүмкін. Әсіресе мазасыздыққа бейім адамдарда көп кофеин жүрек қағуын, қолдың дірілдеуін және ұйқының бұзылуын туындатуы ықтимал. Ал сапасыз ұйқы келесі күні шаршауды күшейтіп, адамды тағы да кофе ішуге итермелейді. Осылайша тұйық шеңбер қалыптасады. Бұл кофеден мүлде бас тарту керек деген сөз емес. Егер күніне бірнеше кесе кофе ішетін болсаңыз, оның мөлшерін біртіндеп азайтып көріңіз. Кешкі уақытта кофе мен қою шайдың орнына шөп шайын немесе жай суды таңдауға болады. Кейде өзіңізді сергек сезіну үшін тағы бір кесе кофе емес, жақсы ұйқы мен тыныш демалыс әлдеқайда пайдалы болады. 6. Күнделік жазу. Кейде біздің миымыз тым көп ойды қатар алып жүреді. Жұмыс, отбасы, қаржы, жоспарлар, аяқталмаған істер. Осылардың бәрі санада жиналып адамға тыныштық бермейді. Осындай кезде қарапайым қағаз бен қалам күтпеген көмекшіге айналуы мүмкін. Психологтардың пікірінше ой мен сезімді жазып отыру адамның ішкі күйзелісін азайтуға көмектеседі. Себебі адам ойын қағазға түсіргенде ми оны қайта-қайта қайталай бермейді. Бұл ойды реттеуге және эмоцияны жақсырақ түсінуге мүмкіндік береді. Міндетті түрде ұзақ мәтін жазудың қажеті жоқ. Күн сайын кешке 5 минут бөліп, өзіңізге 3 сұрақ қойып көріңіз. Бүгін мені не қуантты? Маған не қиын болды? Ертең нені жақсырақ істей аламын? Осындай қарапайым әдет адамның өз эмоциясын бақылауына және ішкі тыныштығын сақтауға көмектесуі мүмкін. Ең бастысы, ешкімге көрсету үшін жазбаңыз. Бұл тек өзіңізбен шынайы сөйлесудің бір тәсілі. Кейде ішімізде сақтап жүрген ауыр ойлардан арылудың ең оңай жолы оларды қағазға түсіру. 5. Дұрыс ұйқы. Адам өмірдің шамамен 3/1 бөлігі ұйқымен өтеді. Бірақ көптеген адамдар ұйқыны уақыт жоғалту деп ойлайды. Шын мәнінде, дәл ұйқы кезінде ми мен дене күн бойы жиналған күйзелістен қалпына келеді. Егер сіз таңертең оянғанда өзіңізді шаршаңқы сезінсеңіз, немесе күні бойы ашушаң болып жүрсеңіз, мәселе жұмыстың көптігінде емес, ұйқының сапасында болуы мүмкін. Ғалымдардың айтуынша, ұйқы кезінде ми қажетсіз ақпараттарды өңдеп, эмоцияларды реттейді. Ал жеткіліксіз немесе сапасыз ұйқы кортизол деңгейінің жоғарылауына, ашуланшақтықтың артуына және күйзелісті күшейтуге ықпал етуі мүмкін. Бірақ жақсы ұйқы деген тек ұзақ ұйықтау емес, ең маңыздысы тұрақты ұйқы режимі. Күн сайын шамамен бір уақытта ұйықтап, бір уақытта оянуға тырысыңыз. Ұйықтар алдында телефон мен компьютер экранына ұзақ қарамаңыз. Көк жарық мелатонин гормонының бөлінуін тежеп, ұйықтауды қиындатуы мүмкін. Кешке ауыр тамақтанудан және көп кофеиннен бас тартқан дұрыс. Жатын бөлмені қараңғы, тыныш және салқын ұстауға тырысыңыз. Көптеген адамдар дәл осы қарапайым өзгерістерден кейін өздерін әлдеқайда сергек сезіне бастайды. Кейде күйзелісті жеңудің ең тиімді жолы өзіңізге сапалы демалыс сыйлау. 4. Дұрыс тамақтану. Біз көбіне денсаулық туралы айтқанда жүрет немесе асқазан жайлы ойлаймыз. Бірақ сіз жейтін тағам сіздің көңіл күйіңізге де әсер ететінін білесіз бе? Соңғы жылдары ғалымдар ми мен ішектің өзара тығыз байланысын зерттеп келеді. Тіпті кейбір мамандар ішекті екінші ми деп атайды.
Дұрыс тамақтанбау ағзада қабыну процестерін күшейтіп, энергияның төмендеуіне және көңіл күйдің нашарлауына ықпал етуі мүмкін. Ал көкөністерге, жемістерге, жаңғақтарға, бұршақ дақылдарына және балыққа бай тенгерімді тамақтану ми жұмысына қажетті дәрумендер мен пайдалы май қышқылдарын береді. Әсіресе омега-3 май қышқылдары, магний және В тобының дәрумендері жүйке жүйесінің қалыпты қызметі үшін маңызды. Сонымен қатар, күні бойы жеткілікті мөлшерде су ішу де маңызды. Тіпті жеңіл сусызданудың өзі адамның шаршауын күшейтіп, назарын төмендетуі мүмкін. Әрине, бір күн дұрыс тамақтанғаннан кейін барлық стресс жоғалып кетпейді. Бірақ дұрыс тамақтану мықты денсаулықтың және тұрақты көңіл күйдің берік негіздерінің бірі. Сіздің ағзаңыз қалай тамақтанса, миыңыз да дәл солай жұмыс істейді. 5. Жақын адамдармен сөйлесу. Өмірде бәріміз қиын кезеңдерді бастан өткереміз. Кейде мәселені біреудің шешіп беруі міндетті емес. Кейде бізге тек тыңдай алатын адам ғана керек. Психологтардың айтуынша, сенімді адаммен ашық сөйлесу ішкі қысымды азайтып, жалғыздық сезімін төмендетуге көмектеседі. Өз ойыңыз бен сезіміңізді іште сақтай беру күйзелісті күшейтуі мүмкін. Ал шынайы әңгіме адамға эмоционалдық жеңілдік береді. Бұл міндетті түрде психолог болуы шарт емес. Бұл сіздің ата-анаңыз, жарыңыз, досыңыз, немесе өміріңіздегі сенімді адам болуы мүмкін. Ең маңыздысы, өзіңізді қауіпсіз сезіну және еш нәрседен қорықпай сөйлесе алу. Кейде бірнеше минуттық шынайы әңгіме бірнеше күн бойы жиналған күйзелістен артық әсер береді. Егер сіздің жақыныңыз қиын кезеңді бастан өткеріп жүрсе, оған үлкен кеңес беруге асықпаңыз. Кейде жай ғана жанында болып мұқият тыңдау ең үлкен көмек. Өйткені адам өзін түсінетін жанның бар екенін сезінгенде, кез келген қиындықты жеңу әлде қайда оңай болады. 2. Дене жаттығулары. Көптеген адамдар күйзеліске түскен кезде ештеңе жасағысы келмейді. Үйде қалып, төсекте ұзақ жатуды немесе телефонды сағаттап қарауды таңдайды. Бұл уақытша жеңілдік бергендей көрінгенімен, ұзақ мерзімде күйзелісті күшейтуі мүмкін. Ал қарапайым дене жаттығулары керісінше әсер етеді. Ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес, тұрақты физикалық белсенділік адамның көңіл күйін жақсартып, күйзеліс пен мазасыздықты азайтуға көмектеседі. Себебі қозғалған кезде ағза эндорфин деп аталатын табиғи химиялық заттарды бөледі. Оларды кейде бақыт гормондары деп те атайды. Сонымен қатар дене белсенділігі ұйқының сапасын жақсартады, қан айналымын күшейтеді және миға көбірек оттегі жеткізеді. Мұның бәрі адамның өзін сергек әрі тыныш сезінуіне ықпал етеді. Бірақ бұл міндетті түрде спортзалға барып, ауыр жаттығу жасау деген сөз емес. Күн сайын 20-30 минутқа дейін жылдам жүру, велосипед тебу, жеңіл жүгіру немесе қарапайым созылу жаттығуларының өзі жеткілікті болуы мүмкін. Ең маңыздысы тұрақтылық. Аптасына бір рет 2 сағат жаттыққаннан гөрі күн сайын аз уақыт қозғалған әлдеқайда пайдалы. Егер көңіл күйіңіз түсіп, өзіңізді шаршағандай сезінсеңіз, үйде отыра бермеңіз. Сыртқа шығып, аздап жүріп келіңіз. Кейде алғашқы қадам ең қиын болады, бірақ дәл сол қадам сіздің бүкіл күніңізді өзгертуі мүмкін. 1. Медитация және зейінділік. Міне біздің рейтингіміздің бірінші орны. Бұл әдіс соңғы жылдары әлем бойынша миллиондаған адамдардың өміріне енді. Оны тек қарапайым адамдар ғана емес, дәрігерлер, психологтар, спортшылар және ірі компаниялардың басшылары да қолданады. Бұл медитация және зейінділік. Көптеген адамдар медитация дегенде аяқтарын айқастырып, бірнеше сағат бойы қозғалмай отыруды елестетеді. Бірақ шын мәнінде медитация әлдеқайда қарапайым. Оның негізгі мақсаты дәл қазіргі сәтке назар аудару. Өткенге өкініп немесе болашаққа алаңдай берудің орнына санаңызды қазіргі сәтке қайтару. Зерттеулер көрсеткендей, тұрақты түрде жасалатын mindfulness жаттығулары күйзелісті азайтуға, мазасыздықты төмендетуге, зейінді жақсартуға және эмоцияларды басқаруға көмектесуі мүмкін. Бастау үшін күніне небәрі 5 минут жеткілікті. Ыңғайлы жерге отырыңыз, көзіңізді жұмсаңыз, тынысыңызды бақылаңыз. Ауа мұрын арқылы қалай кіріп, қалай шығып жатқанын ғана сезініңіз. Егер ойыңыз басқа жаққа кетсе, өзіңізді кінәламаңыз. Жай ғана назарыңызды тыныс алуға қайта бағыттаңыз. Осы қарапайым жаттығуды күн сайын қайталау миға демалуға мүмкіндік береді. Біздің өмірімізде көптеген нәрсені өзгерту қиын, бірақ өз ойымызды қалай қабылдайтынымызды өзгерту өз қолымызда. Сондықтан дәл осы әдіс бүгінгі рейтингімізде бірінші орынға лайық болды. Сонымен бүгін біз стрессті жеңілдетуге көмектесетін ең тиімді 10 тәсілді бірге қарастырдық. Еске түсірейік. 10. Керең тыныс алу. 9. Табиғат аясында серуендеу. 8. Музыка тыңдау. 7. Кофеинді азайту. 6. Күнделік жазу. 5. Дұрыс ұйқы. 4. Дұрыс тамақтану. 3. Жақын адамдармен сөйлесу.
екінші дене жаттығулары. Ал бірінші орында медитация және зейінділік. Ең бастысы барлық тәсілді бір күнде орындауға тырыспаңыз. Бір ғана пайдалы әдеттен бастаңыз. Мысалы, бүгін кешке 10 минут серуендеңіз, ертең 5 минут тыныс алу жаттығуын жасап көріңіз. Келесі аптада ұйқы режиміңізді түзетіңіз. Осындай кішкентай өзгерістер уақыт өте келе үлкен нәтижеге алып келеді. Есіңізде болсын, стресс өмірдің бір бөлігі. Бірақ оның өміріңізді басқаруына жол бермеу өз қолыңызда. Егер бұл бейне сізге пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ал пікірге міндетті түрде жазыңыз. Сіз стрессті қалай жеңесіз? Мүмкін сіздің тәжірибеңіз басқа адамдарға да көмектесетін шығар. Келесі бейнеде тағы да қызықты, әрі ғылыми негізделген топ 10 тақырыбымен кездескенше. Сау болыңыз және денсаулығыңызды күтіңіз.